Айдың күннің аманында жаңалықты елден бұрын естуге әзір көрермен. Қазақтар да Ресейге мектеп салатын болды деп бөркімізді аспанға атып қуанатын кезде келді әйтеуір. Иә, сіздің құлағыңыз қате естіген жоқ. Ресейде қазақ мектептері ашылатын болды. Омбы омбылап Орынборға баратын болсаңыз, алдағы уақыттары қазақша иісі аңқыған қазақ мектебін қазақша судай сөйлейтін жастарды көріп қаларымыз мүмкін. Бұл сүйінші хабарды оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова ханым ет жүрегі елжіреп халыққа жеткізген болатын. Ресейдегі Орынбор, Омбы мен Астрахан облысында қазақ мектептері салынады деп біздегі ағайын мәз әйтеуір. Қуанышымыз ұзағынан болғай. Министр ханымның сөзіне құлақ түретін болсақ, қазіргі кезде мектепте қазақ және орыс тілінде білім беру, ғылыми бағыттағы пәндерді игеру, жасанды интеллекті және цифрландыруды меңгеру мәселелерін талқылап жатқан көрінеді. Қалай дегенмен де тіл мәселесі ушығып тұрған тұста өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай, қазақ тілінің Ресейде таралуына мұхитқа тамған тамшыдай болса да, осылай үлес қоса алсақ, оның өзі бір жеңіс емес пе? Әйтпесе, басқа Московиядан ат терлетіп Ақордаға келген Путиннің қазақ тілінде мақала жариялауының өзі айда аспанға бір-ақ шығарған жоқ па? Күнде болмаса да айына бір осындай бір жақсы хабар естіп ұйықтағанға не жетсін шіркін.